Ассаламағалейкум бәйге сүйер қауым, эфирде Жеңіс Тұрлыбай. Бүгін бізде бәйге болғалы тұр. 2 литрлік Тигуан мен Камри 3/5-тің жарысы болайын деп жатыр. Біздің Тигуан 2 литрлі 220 аттың күші бар, толық жетекті шипыйда. Ал Камри 3/5 249 аттың күші бар, бұл да шипыйда. Сондықтан бүгін қызық болғалы тұр. Ендеше кеттік көрейік. Мінекей шынымен де 3/5 мотор, V6, ал бізде 2 литрлік турбо үдеткішпен. Тигуанда мен болатын болам. Ендеше бастайық, кеттік. 3/5 жыртам дейін, 3/5 қалай ойлайсыздар ағайын? 2 литр турбо жеңе ма, 3/5 па? Қызық болайын деп тұр ғой. Қазақтар тақымын қысып отқан жар, барынша Камри деп. Көрейік енді. Давай, братан, с месту. Каз. Тұра тұр. Кеттік. 1, 2, 3. Қалды. 3 корпус қалды, 3 корпус. 140. 160. Бұл Камри жер сипады. Қазір сходу көретін боламыз 60-тан. Камриде шанс бар. Кеттік. 1, 2, 3. İşte ақ қойды. Автоматты қорапта тұрған кезде автокөлік жүріс кезінде старттан қалып кетіп жатыр. Дәл қазір мынау жапырақтармен көретін боламыз ойнап. Ендеше қызық болады. Ұйықтады. 2 корпус қалды. Давай! 180. 200 бар. Қазір. Bir, 2, 3. Кетті, Тигуан кетті, давай. Үлкен потоктың кесірінен. Oldu, kaldı Камри. Камри o артағында. Орыннан әшейін алып атырық, әшейін. Камри ойнап күліп қап кетіп отыр. Мінекей бүгін өздеріңіз көргендей Камри мен Тигуанның бәйгесі болды. Жүріс кезінде стартқа тұрғанда Камри алып қойып жатыр. 140-тан 160-тан бұлай қарай. Себебі автокөліктің шанағы жеңіл. Және де бұл автокөлікте бір ғана жолаушы болды. Ал бізде 2 адам және де салмақ көптеген рөл ойнайды.
Яғни бұның бәрі адами факторлар. Тазалап келген кезде Tiguan орнынан квотерға алып қойып жатыр. Ендеше келесі қандай автокөліктермен осындай жарыс күтесіздер, пікір қалдырыңыздар. Все.